Сәлем достар, сендер Нармина Калақ каналында отырсыңдар. Сендер мен бірге мен Наргизамын. Бүгін мен сендерді ойыншықтармен таныстырамын. Менде өте көп ойыншықтар бар. Бірақ та олардың бәрі өшеге сыймаған үшін тек қана кейбіреулерін ғана салып алдым. Кәнекей таныстыра қояйын. Мынау кішкентай қонжық. Ол менің сіңілімнің қонжығы болатын. Менікі де бар. Қазір мен оны көрсетемін. Ол әкемнің сыйлығы болатын. Оны кеше алып берген. Қазір өзімдікін көрсетемін. Міне кішкентай қонжық. Аминанікі Милашка, а менікі Снежинка. Олардың және достары бар. Ол доп. Мінекей осындай әп-әдемі доп. Қызыл түсті. Менікі де бар. Мынау менің добым. Мынау деп тұрған. Ал мынау Аминаның добы. Оған А деген әріпті жазу керек жоқ. Өйткені біз білеміз ғой, ол Аминаның екенін. Өшеге көп кішкентай Н депті. Менің және қонжығымда кішкентай менен Н деп жазылып тұр. Ал Аминаға ол керек жоқ. Өйткені уже білесің. Ал мінекей, бір әп-әдемі Monster High сумкасы. Іші осындай аппақ түсті. Осы қалтаға бәрі салуға болады екен. Қалта ашылады және жабылады. Monster High сумкасында осындай замок бар. Оны ашасың және жабасың. Өте әдемі сумка. Ал мынау осындай кубик. Оны менің көп кішкентай жасында алып берген, әлі де тұр. Ал мынау Лего ойыншығы. Оның аты Анна. Ол қозғалады. Екі аяқ қозғалмай, бірақ та отырады. Қолдары қозғалады, басы қозғалмайды. Тек қана оны осылай шашып алып, жинауға болады. Өшеге Легоны қойып қояйық. Ал мынау Kinder Surprise'дан шыққан ойыншық. Бұны осылай бассаң, міне өшеде картинкалар шығады. Бұны және іліп қоюға болады. Жіпті тағып алып, өзіңнің мойныңа іліп аласың. А бұл Маша и Медведьтен алынған Маша. Бұл және Kinder Surprise'дан шыққан. Оның аты Маша. Мына жерде бір тесік тұр, ол жерде бірдеңе тұру керек. Бірақ та ол жоғалып қалған. Оны менің сіңіліме оның досы подарить етті. Ал бұл кішкентай түлкі. Солда Kinder Surprise'дан. Ол қызыл түсті. Ал мынау білезік. Оны маған менің туған күнімде менің досым Амина сыйлық берді. Осындай әп-әдемі білезік. Оны осылай да тартуға болады. Бірақ та мен оны тартпай қояйын. Мынау Аминаның сумкасы. Ол Аминаның розовый курткасынан шыққан. Бірге болған. Оның ішінде ештеме жоқ. Осы жерде бір қалтабал бар. Ол міне осындай. Ішінде ештеме жоқ. Оны тағып алуға болады. Енді осыны жабып, қалған ойыншықтарымызға қойып қояйық. Мынаны бірінші сыныптама, екінші сыныптама маған 8 наурыз күнінде ұлдар беру керек еді, сол үшін осыны беріпті. Оның тағы да осы жердегі отыратын қояны бар. Мен оны көрсеткен соң бірге қоямын. Осылай ашып бірінге салып қоюға болады. Содан кейін осылай жауып қоясың. Қойып қояйық. Ал мынау үлкен ит. Мен оның атын әлі қойған жоқпын.
Менің кішкентай кезімде менің туысқаным бар. Мен қатты оны алғым келген да, олар маған сыйлықтап берді. Ал мынау My Little Pony'дан шыққан кукла. Оның атын өкінішке орай қайтадан ұмытып қалдым. Ол әдемі, аяғы қозғалады, отыра да алады. Оның қолдары қозғалады, және ол өте әдемі. Оны қалған ойыншықтарға қойып қояйық. Ал мынау русалочка. Оны маған 8 жасымда алып берген. Ол әдемі кукла, және оның құйрығында әдемі фиолетовый түс. Оның қолдары қозғалады, және хвосты тоже қозғалады. Оның шашын біз жайып қойғанбыз. Оның шашы бұрын өріліп тұрған. Енді ол жерде көрініп тұр, оның шашы өрілгені. Оны да қойып қояйық. Ал бұл үлкен Аминаның сумкасы. Амина оны қатты жақсы көреді. Менің мамам Аминаға осы сумканы сыйлық берді. Оның іші фиолетовый. Мына жерде дұрыстап көріне ме, мен білмеймін. Бірақ та осы сумка маған тоже ұнайды. Ол өте үлкен және өте қатты әдемі. Ал мынау теннистен ракетка. Оның тағы да біреуі бар. Қазір мен оны көрсетемін. Ол оранжевый түсті. Және ол қатты әдемі, маған ұнайды. Оны Аминаның бұрынғы туған күнінде ата-анасы алып берген. Бізге далада ойнап жүрсін деп. Ал мынау бұрынғы менің Наргиза ТВ каналымда түсірген кукла. Ол теннисистка. Және оның шашын мен кішкене өзгертіп қойғам. Оны маған 8 жас менің туған күнде алып берген. Мен сол кезде 9-ға толғам. Оның бір туфелькасы жоғалып қалған. Осы ойыншықтардың ішінде. Ал міне осы қоян. Осы жерге оны жабыстырып қойсақ та болады. Ол Аминаның ең жақсы көретін ойыншығы. Оны осылай қойып қояйық. Бұл Kinder Сюрпризден шыққан Мишка. Ол қазір поваршы болып тұр. Ол Маша и Медведь деген мультфильмнен. Ондай тағда чупа-чупстер бар. Ондай тағда әртүрлі заттар да бар. Ал мынау менің сумкам. Ол өте әдемі. Оны осылай ашып қарауға болады. Оның бір жері аппақ түсті. Осы жерде бантик тұр. Осылай тағасың. Қыдырған кезде, бір жерге барған кезде тағып аласың. Оны да қойып қояйық. Ал бұл самолетик. Бұны біз бүгін алдық. Ол 50 теңге тұрады. Ол көк түсті, және ода колесиктер бар. Бұл тағы да бір қоян. Ол розовый түсті. Ол және шапалақтай алады. Оның ішіге басатын кнопкасы бар. А бұл Майнкрафттан шыққан Стив. Оның қолы қозғалады, басы қозғалады, және аяғы қозғалады, және ол отыра алады. Оны осылай шашып, қайттан жинап алуға болады. 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 Оны осылай шашып, қайттан жин
кукласы. Қоянмен бірге. Ол өте әдемі, бірақ та оның туфелькасы жоғалып қалған. Тағы да бір рет. Ал бұл помада. Ол білмеймін кімдікі, менікі ме, Аминанікі, өйткені ол бірдей. Оның ішінде розовый, бірақ та оны жақсаң, ол көрінбейді. Ал мынау кішкентай күшік, ол бір яйцодан шыққан. Ол көк түсті, оның басы қозғалады. Ал мынау күшік легодан. Ол өте әдемі, маған ол тоже қатты ұнайды, бірақ та оның құйрығы сынып қалған. Жарайды, сонымен болды достар. Келесі кездескенше сау болыңдар.